Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын панкейки дайындаймыз. Бізге керегі 4 жұмыртқа, сүт, сұйық май, ұн, қант, көпсытқыш, тұз және ванильді қант қажет болады. Біз ең бірінші 4 жұмыртқаны ағы мен сарысын 2-ге бөліп аламыз. Жұмыртқаның ағына сарысы мүлдем араласып кетпеуі керек. Сонда панкейкіміз өте жақсы көтеріліп, дәмді болып шығады. Енді жұмыртқаның ағын аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Міне осындай аппақ болып, үлпілдек болып көпірді. Бұлай төңкергенде ағып кетпеуі керек. Енді жұмыртқаның сарысын араластырып аламыз. Оның үстінен қантымызды қосамыз. Одан кейін сүтімізді аз-аздан қосып араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Ұнымызды аз-аздан қосамыз. Содан кейін тағы да ұнымызды қосып, үстінен қалған сүтімізді қосып, жақсылап, комок қалмайтындай етіп, миксерлеп аламыз. Осындай бір келкі болып араласты. Енді сұйық майымызды құйып, тағы да 1-2 минуттай араластырамыз. Міне араласқан массамызға енді жұмыртқамыздың ағын аз-аздан салып, төменнен жоғары етіп, ақырындап силикон күрекшемізбен араластырамыз. Бұл жерде миксердің қажеті жоқ, тек қана қолымызбен жай ғана араластырамыз. Міне біздің массамыз осындай болу керек. Ал енді пісіреміз. Қызып тұрған табамызға ешқандай май құймай, бір қасықтан салып, екі жағында орташа отта пісіріп аламыз. Екінші жағын аударғаннан кейін 1-2 қасық су құйып, қақпағын жауып, тағы да 1-2 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің өте оңай жасалатын, құймаққа ұқсайтын панкейкіміз дайын болды. Қалауларыңыз бойынша шоколадпен, балмен, тосаппен әдемілеуіңізге болады. Құймақтан ерекшелігі өте жеңіл және де жұмсақ, майсыз піседі. Міне осындай тәбетті ашатындай өте әдемі болып шықты. Ал енді ішін жеп көрейік. Мінекей өте жұмсақ болып шықты. Іші сондай үлпілдек, жұмсақ. Видеоларымды көріп, лайк басып, ең бастысы өздеріңіз жасап, фото отчет, видео отчет жіберіп, нәтижесімен бөлісіп жатқандарыңыз үшін алғысым шексіз. Әлі де әртүрлі видеолармен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше ас болсын.